Армысыздар ағайын. Енді біздің еліміздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жақын арада Пакистанға сапармен барды. Енді сол жердегі біздің сол елдегі елшіміздің айтуы бойынша, бұл елдің дәстүрімен кейбір тілдерінде көп сөздің ұқсастықтары бар екен деп айтып жатыр. Сонда біздің тарихшыларымыз не қарап жүр? Біздің тарихшыларымыз соны айтып түсіндірмей ме? Мына қарап отырыңыздар, кейбір көп сөздер қазақтың сөздерімен бірдей дейді. Сол дастархан дейді, қыз дейді, басқа да көп сөздер олардың тіліндегі сөздермен қазақтың тілімен бірдей сөздер. Ол не екенін ол кісі түсіндіре алмайды. Біріншіден, екіншіден тарихты білмегендіктен. Сол елге бір кезде осы Моғол деген атпен Үндістанға, ол кезде мемлекет Үндістан ғана болып тұрған, Пакистан, Үндістан бір мемлекет болып тұрған кезде бірнеше мыңдаған, жүз мыңдаған қазақтар Бабырмен, Мұхаммед Хайдар Дулатимен Моғол деген атпен кетіп, Моғол империясын құрған. Ол Моғол империясы деген бірінші Бабыр Ауғанстан жерін жаулап алды. Онан кейін оның балалары Хумайын, Акбар Үндістанды жаулап алғанын білесіздер. Онан кейін Кашмирді Мұхаммед Хайдар Дулати жаулап алды. Сонымен сол жақта өздерінің мемлекетін құрды, ұлы Моғол империясын. Анау жерде 20 шақты үлкен ғимараттар салғызды. Оның ең үлкені Тәж-Махал. Оны осы Бабырдың ұрпағы жақиншақ салғызды. Өзінің әйелінің мазары ретінде дүниежүзіндегі 7 кереметтің біріне жататын. Және бұлар Агра қаласында, Дели қаласында 20-ға жоқ дүниежүзінің ғимараттарының ұлы қатарына кіретін 20-дан астам ғимараттар салғызды олар. Олар сол 1530 жылдан бастап 1800 ағылшындар Индияны жаулап алғанға дейін биледі. Содан орда тілі пайда болды. Бұл орда тілі деген мына Пакистанның қазіргі мемлекеттік тілі. Ол шындығында орда тілі, урду тілі деп жүргені бұл түрік тілінен, қазақ тілінен. Сол парс тілі, араб тілі, хинди тілі бәрі қосылған тілден құралған тіл орда тілі деп аталған. Бұл қазір Пакистан мемлекетінің мемлекеттік тілі. Сол жақта біздің бауырлар, үндістағылар үндіс болып кетті, бер жағы Пакистан болып жүр. Ол бір кездерде осыдан 30 жылдай бұрын 20 миллиондай болған. Қазір енді бір кемінде 30 миллионнан асып кетті ғой. Бірақ олар өзінің тегін туғанымен жаңағы Пакистандағы елшілердің ДНК-сын тексерген кезде Орта Азия халықтарымен бірдей болып шығады дейді. Бірдей болып шығатын себебі көп жағдайларда олардың қанында біздің қандарымыз бар ғой. Енді олардың аз болғаннан кейін үнді халқы жұтып қойды. Бірақ Моғолмыз деп моғолдардың тарихын айтады. Олар ұлы Моғол империясын құрған. Делидің астында 20 километрге жуық жердің астында моғолдардың тарихы жазылған екен. Стенаға жазылып қойылған. Енді Агра қаласы ол біздің бабаларымыз Моғол империясының астанасы болған. Ол Индияның бергі шығыс солтүстік бөлігінде. Енді қазіргі Пакистан деп отырғандарыңыздың көбісі сол біздің бабаларымыздың билеген елі ғой. Олар ислам дінінде болған. Енді біздің бабаларымыз дінге, дәстүрге қол сұқпаған ғой. Шыңғыс ханның ұрпағы дінге, дәстүрге, басқа ұлттық болмысқа қол сұқпаған. Содан Индияда жаңағы өздерінің кришнаизм, біздің бабаларымыз апарған ислам діні, бұрында да ислам діні болған. Содан кейін басқа да діндер болған, буддизм болған, мысалы солтүстікте. Сол сияқты барлық дінде біздің аталарымыз келісімде болған. Мына 1960 жылдар, 70 жылдардың аяғында мұсылмандар мен үндістердің арасында әртүрлі жағдай болып, шиеленіс болып, ақыр аяғы соғысып, Пакистан мемлекеті исламды қабылдаған мемлекет, ислам мемлекеті болып, Үндістаннан бөлініп шықты. Қазіргі Үндістан халқының саны бойынша дүниежүзінде 5-ші орын алады. 255 миллион халқы бар.
Енді сол халықтың менің ойымша 20 миллионнан астамы осы біздің қандастар. Өйткені ол жақтағы елшінің айтуы бойынша көп сөздер қазақтың сөзімен бірдей болып тұр. Енді сол біздің тарихшылар не істеп жүр? Осы тарихты айтып түсіндіріп, сол Бабырдың төңірегіндегі адамдардың бәрі қазақтар емес пе? Моғол деген, Моғолстан деген ол Жетісу, оңтүстік Қазақстан. Моғол деп отырғаның Жалайыр, Дулат, осы Қағылы, Жапырашты, Тоғшақты, Албан, соның дулаттар, сіргелілер бар арасында. Ол моғолдарға қоңыраттар да кірген, наймандар да кірген, арғындар да кірген, қыпшақтар да кірген. Қазақтың барлық рулары сол кезде моғол аталды ғой, Шыңғыс ханның кезінде. Оны мен басқа кітапта айттым ғой. Мына кітапта айттым ол әңгімені. Мына Моғолстан деп, Жаулы Моғол империясында жаздық. Ал енді Бәйдібек бидің кітабында бұл бәрі ашық айтылған, анық. Бұның бәрі неге моғол аталды? Біздің жер неге моғол аталды? Моғол деген ол қарлықтардың арқатасы, оғыздардың арқатасы. Оғыздың 22 руы болады да, оған қарлық пен қалаш қосылады. Сол моғолдың қарлық, қалаш, қара деген балалары болған, қарадан оғызған. Сол қарлықтар 766 жылы біздің оңтүстік Қазақстанды, Жетісуды жаулап алады. Сарүйсін, Қарайсүн болып біздің аталарымыз билікке таласып әлсіреген кезде қарлықтар басып алады. Содан Қарақытайлар келіп қуып жібергенге дейін біздің жерді оғыздар билеп тұрады. Махмұд Қашқарид біздің заманымыздың патшалары, оғыздың қынық тайпасынан шыққан, солардың таңбаларын, жаңағы сыбағасын, малына басатын тамғаларын бәрін бердім дейді ғой. Сол жағдай. Рахмет тыңдағандарыңызға.